Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі, бұл Дэнили. Бүгін біздің қонақта Бекзат Алмахан, бұл UFC Қазақстан. Біз бастаймыз, кет. Жалпы қазір енді тек қана октагонның ішінде істеген заттарыңнан бөлек өзің білесің, енді сөйлеу керек, өзіңді продвигать ету керек дегендей. По-любому английский үйрену керек қой, не болмаса да осы. Үйрену керек. Ол жалпы спортқа емес, тек мен спортта сол жерде сөйлеуім керек деген үшін ғана емес, жалпы өмірге негізі керек та английский язык. Сол себепті де былайынан спорт үшін де дополнительно үйреніп жатырмыз. Енді Америкада енді алдағы уақытта көбірек келіп, көбірек тәжірибе алмасып, тілді дамыта береміз деген ойдамыз, Алла қаласа. Қазірдің өзінде осы бір 2 айдың өзінде де біраз маған үйренетін сияқтымын өзім. Бека, короче, заправляться идет. Заправкаға келдім. Hello. First, full, 87. What number? One. Number one? Number one. How much gas you want? I want to full. Okay. Alright, go ahead and come back. Yes. Ne oldu? Çoğdan. Осы енді Америка кевосын енді көзге түсіп жатқан плюс пен минустары қандай деп ойлайсың осы? Қай жағы ұнап жатыр дегенде, қай жағы ұнамай жатыр? Бұл жақта спарринг партнерлар енді басқаша плюс жағы көп қой. Спортта емес, жалпы лайфстайлда да Америкада көзге түсетіндер. Америкада жалпы жеңілдетіліп қойған ғой көп затты. Мысалы, мына жердің өзінде отқанымыздың өзі жеңілді. Ыңғайлы, адамға ыңғайлы қылып, жұмысты да, машинаны да, жалпы кез келген жерде ыңғайлы қылып жасап қойғанда, сол ұнады маған бірінші очередь. Одан кейін Алматыдан кішкене пробка аз екен да. Соперник жағы бір-екі сөз айтып кетсең, зерттедіңдер ма, оның жақсы, жаман жақтарын айтып кетсең? Соперникті зерттедік. Негізі оны бұрыннан танитынбыз, бұрын көргенбіз, екеуміз бір-бірімізге кездескенбіз. Ол менің есімде жоқ шығар, ол Алматы қаласында төбелескен. Октагонмен Бреф ұйымдастырылған турнирде, ол Брефтің чемпионы болған. Сол кезде көргем, қараған, бойларын бұрыннан білем, қалай төбелесетінін білем. Жақсы қарсыластардың бірі. Жақсы, бұлай зерттедім, енді бұны айтпай қойын, қай жері плюс, қай жері минус. Минус жағына жұмыс жасаймыз, Алла қаласа. I want to speak only English because I'm learning. You're learning, you need the English, right? Yes. He is my friend. He is learning too. Okay. But he don't want to speak English. Why? I don't know. I come back. You come back. Yes. You come back for? For money. For money? Yes. We take donation. What? We take donation. Git ya. Biz de donation alamız it, короче. Sadaka veresin bayın. I don't want. Donation. You give me donation. I don't have a lot of money. You got money. Короче. Where you from? I'm from Kazakhstan. Nice. I was gonna say Russia. 71, 273. Oh, no. I shot you. Thank you. Bundan git alsak etin. Thank you. Yes, sir. Thank you. Goodbye. Have a good one, bro. Окей, енді бізде бір-екі айдарларымыз бар. Блиц-опрос деген айдардан бастасақ, тестте сұрақтар болады, тестте жауап алсақ, өте керемет. Вообще ойланбай тарс-тұрс өткізді. Борьба или бокс? Бокс. Нокаут или болевой? Нокаут. Моторола или Sony Ericsson? Моторола. Nokia или iPhone? iPhone. Counter-Strike па, Dota ма? Counter-Strike. Mansion или Dust 2 карталар? Mansion. Барса ма, Реал ма? Білмеймін. Реал. Реал? Рональдо. Бітір на видеоны, кеттік. Мой мир ма? Бұрынғы агент па, қазіргі Инстаграм ба? Инстаграм. Инстаграм или ТикТок? Инстаграм. Түнгі студия ма, қызықтаймыз ба? Қызықтаймыз. Қызықтаймыз. Брюс Ли ма, Джеки Чан ба? Джеки Чан. Бригада либо слово пацана дейді? Слово пацана деген қандай екен бұл? Қайрат Нұртас па, Төреғали Төреәлі ма? Қайрат Нұртас. Гетадокс или Ирина Қайратовна дейді? Екеуін де танымаймын. Қойш? Ирина Қайратовна деген былай енді өлеңдерін естігем, бірақ кім екенін білмеймін, қандай адамдар не. Сен жалпы не тыңдайсың өлеңдерден? Қандай артист? Қайрат Нұртас тыңдаймын. Қайрат Нұртас.
Жалпы адаптация қалай өтіп жатыр Америкада? Ана ешқандай особо былай қиыншылықтар жоқ па? қатты сезінген жоқпын адаптацияны. По маслу кетіп жатыр ма бәрі? Аллаға шүкір, бәрі нормально ойдағындай кетеді, бейт. Енді главный жақсы пиковый формама шықсам, ушу мұрам ғой, любой. Өзімнің пик формама шығып, жақсы состояниеда болсам, кез келген ұруға болады ғой. Иә. Соған алып келем да, Алла қаласа. Ал қайда келдік біз? Кешкі жаттығымызға келдік. Американ топ тим. Жалпы бірінші кемп па мына залда? Америкада, Америкада. Жоқ, мына Америкада целом бірінші кемп Америкада па? бірінші кемп қой, өйткені алдыңғы жол Америкада бір апта ғана болып кеткен, тек қана қойдың алдында ғана. Түсіратсың ба, біз осындан түсірген ақшасын бере саласыңдар ма? Кіре берейін, иә? Қазір бересің. Сен жақсы баларым. шыққан кезде рашид Шыққан кезде просмотрға байланысты ма? Просмотрға байланысты ғой. Онда көріңіздер. Ал енді біз Бекзат екеуміз қазір топ Қазақстанда шыққан сериалдарды таңдайтын боламыз. Екі ұсыныс, сон біреуін қабылдаймыз. Былай айтқанда. Ал кеттік енді 5.32 ма, шекер ма? 5.32. 5.32 немесе Черный двор. 5.32. 5.32 ма, скорая ма? 5.32. 5.32 ма, мошенники ма? 5.32. 5.32 Машинеке қарамадым. Қарамадым ба әлі? Көру керек болып тұр соны. 5.32 ма, саке ма? 5.32. 5.32 ма, сержан братан ба? Сержан братан. Сержан братан немесе патруль? Сержан братан. Сержан братан ба, бажа ма? Қазір бажа болып тұр ғой. Бажа? Бажа көріп жатырмын ғой қазір. Тыныш район ғой былай айтқанда. Тренировкадан келдік. Обед ішіп алдық, тамақ ішіп алдық. Қазір 1-2 сағат демаламыз. Одан кейін қайтадан екінші тренировкаға шығатын боламыз, Алла қаласа. PlayStation жоқ па еді? PlayStation жоқ, бірақ PlayStationға не бар? Не бар ғой, телевизор бәрі бар да. Ойында барсыңдар ма? PlayStationға ма? UFC ойында барсыңдар ма? Жоқ. Прям қатты емес. Өздерің персонаждарың бар ма? Жоқ. Бұйыртса шығады ғой, Алла қаласа. Ол қай принциппен шығарады оларды? Топқа кірген кез Топ шығарады. 15-ке кіргенде шығара ма? Без разницы, топ 10. Today we will be talk only English because I'm learning English. I need a lot of practice. Okay, so how old are you? I'm 27 years old. 27. Yes. Okay. So next question. When you first time take the plane My first time take the plane to Turkey. to Was- Turkey? Yes. So I know you fighter. Yes. Can you I'm tell me what's your big dream? I want to be champion in UFC. It is not my first, but in sport. In sport? In sport, my first dream it is UFC champion. I think you're gonna be UFC and then first Kazakh champion in UFC octagons, you know. So I want to wish to you good luck, bro. So keep going, work hard, don't worry. I want to work hard every day. Then I believe myself, I will be champion. Ал енді біз мы сейчас определим лучшего бойца по мнению нашего героя. Соңында біз кім Бекзаттың ойынша лучший боец в истории ММА. Ал кеттік болса. Димитриус Джонсон ба, Хенри Сухуда ма? Johnson. Джонсон немесе Эдгар Фрэнки? Johnson. Джонсон ба, Жозе Альдо ма? Johnson. Джонсон немесе Холлоуэй? Holloway. Холлоуэй немесе Волкановский? Holloway. Холлоуэй ма, Ислам Махачев ба? Holloway. Холлоуэй ма, Хабиб Нурмагомедов ба? Khabib. Хабиб па, Сен-Пьер ма? Khabib. Хабиб немесе Андерсон Сильва? Khabib. Хабиб па, либо Адесаня ма? Khabib. Хабиб немесе Конор Макгрегор? Конор Макгрегор. Конор Конор Макгрегорге болеть еткенмін. Да? Неге Конор Макгрегорге болеть еттім? Конор шоумен жақсы ұнайды бойы. Мен адам ретінде ол қандай адам екенін білмеймін. Иә. А так мен боец ретінде стиль жағынан маған ударниктер ұнайды. Сол себепті Конор. Ал енді финал Конор Макгрегор ма, Бекзат Алмахан ба? Бекзат Алмахан. Бекзат Алмахан. Сіздер көрермендер өздеріңіздің пікірлеріңіз астында жазып кетсеңіздер болады. Подписка, лайк, комментарий деген мен астында вообще мән бермей жүрсем өте маңызды нәрселер екен. Ал Бекзат, сізге де үлкен рахмет осы бізге көңіл бөліп, уақытыңызды бөліп атқаныңызға. Келесі
жекпе-жегіңізге сәттілік. Қазақ елін бір қуантады деген үміттеміз енді.